75 жастан кейін күнде таңертең жұмыртқа жеуді тоқтатыңыз. Иә, бұл денсаулық туралы арнадан естігенде оғаш естілуі мүмкін. Бірақ сізге ешкім айтпай жүрген бір маңызды нәрсе бар. 75 жастан кейін бұлшықеттеріңіз ақуызға 50 жастағыдай жауап бере алмайды. Сіз 2 жұмыртқа, тіпті 3 жұмыртқа жесеңіз де ай сайын күшіңіздің бояу жоғалтуыңыз мүмкін. 2023 жылғы қартаю мен тамақтану саласындағы беделді ғылыми журналдарда жарияланған зерттеу көрсеткендей, 75 жастан асқан адамдар дәстүрлі ақуызбен бірге арнайы жемістерді тұтынғанда ғана тек жұмыртқа, тауық еті немесе сүт өнімдеріне сүйенген адамдарға қарағанда 12 апта ішінде әлдеқайда көп бұлшық ет массасын жинаған. Және бұл жай ғана зертханада кішкентай айырмашылық емес. Бұл нақты өлшенген нәтиже болды. Олар орындықтан тезірек тұра бастады, тепе-теңдігі жақсарды, қолының қысу күші артты. Мұның бәрін дәрігерлер арнайы құрылғылармен анықтай алған. Олар жеткілікті ақуыз жегенімен жыл сайын бұлшық еттері кішірейіп бара жатқан. Мәселе әрдайым қанша ақуыз жейтініңізде емес. Мәселе қартайған бұлшық ет жасушалары сол ақуызды қаншалықты тиімді пайдалана алатынында. 75 жастан кейін анаболикалық төзімділік деп аталатын құбылыс күшейеді. Бұлшық ет талшықтарына күшті белсенді сигналы қажет болады. Жұмыртқада сапалы ақуыз бар әрине, бірақ ол ағзадағы қабынуды толық азайтпайды, қан айналымын жақсартпайды және жас ұлғайған сайын әлсірейтін қоректік сигналдары күшейтпейді. Міне ең қызығы осы жерде басталады. Кейбір жемістерде бұлшық ет ақуызының синтезін күшейтетін, қан айналымын жақсартатын және бұлшық ет өсуіне кедергі келтіретін жасырын қабынуды азайтатын ерекше табиғи қосылыстар бар. Ақуызбен бірге қолданғанда олар бұлшық ет өсу әсеріне бірнеше есе күшейте алады. Бұл видеода мен 75 жастан асқан адамдарға арналған бұлшық ет өсу белсенділігінің ең маңызды 5 жемісті айтамын. Олар ең әлсізінен бастап ең күштісіне дейін ретімен беріледі. Соңына дейін көріңіз, өйткені екінші орында тұрған жеміс бұлшық етті сақтауға тікелей байланысты маңызды жасушалық механизмді іске қоса алады. Ал ол туралы ғылыми деректер көптеген зерттеулерде таң қалдырылған. Барлық ғылыми зерттеулер сипаттамада көрсетілген. Бастамас бұрын бір сұрақ. Қазір жасыңыз нешеде? Және өзіңізді 2 жыл бұрынғыдай күштірек сезінесіз бе, әлде әлсіздеу ме? Пікірге жазыңыз. Біз барлық пікірлерді оқып, жеке жауап беруге тырысамыз. Ендеше бастайық. 5-ші жекфрут. Көп адам жекфрут туралы естімеген. Ал бұл өкінішті. Өйткені бұл алып тропикалық жеміс табиғаттағы ең қуатты өсімдік негізіндегі ақуыз көздерінің бірі. Бір кесе жекфрутта шамамен 3 грамм ақуыз бар. Бірақ ең қызығы оның құрамында бұлшық ет ақуызының синтезін бастауға қажет барлық маңызды амин қышқылдар кездеседі. 2022 жылы жүргізілген зерттеу жекфруттағы амин қышқылдарының профилі жануарлар ақуызына өте ұқсас екенін айтқан. Сонымен қатар жекфрут құрамында калий, магний, В6 дәрумені бар. Бұл қартайған бұлшық еттер үшін аса маңызды қоректік зат. Калий бұлшық етінің жиырылуын жақсартады және түнгі құрысуларды алдын алады. Магний бұлшық еттердің қалпына келуіне көмектеседі, ал В6 дәрумені ақуызды нақты бұлшық ет тініне айналдыруға қатысады. Сидней университетінің зерттеулерінде жекфрутты тұрақты жеген егде адамдардың қолы қысу күші 14%-ға артқаны анықталған. Ал қол күші ұзақ өмір сүру үшін тәуелсіздіктің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып саналады. 4-ші орында гуава. Егер бір жемісті толық бұлшық ет пакеті деп атауға болса, ол гуава. Бір ғана гуавада 4 грамм астам ақуыз бар. Бірақ ең маңыздысы оның құрамындағы кверцетин. Бұл күшті табиғи қабынуға қарсы қосылыс. Ғалымдар бұл кверцетин деп атайтын жасқа байланысты жасырын қабыну бұлшық етті баяу бұзады дейді. Кверцетин сол қабынуды азайтып, ағзаға ақуызды бұлшық ет құруға тиімді пайдалануға көмектеседі екен. Гуавада апельсинге қарағанда 4 есе көп С дәрумені бар. Ал С дәрумені коллаген өндіруге қажет. Коллаген бұлшық ет, сіңір және буындардың негізгі тірегі. 3-ші кезекте кептірілген тұт. Көп адам бұл жемісті бағаламайды, бірақ кептірілген тұттың құрамы бұлшық ет сақтау үшін өте маңызды. Оның құрамында ақуыз, темір, рассерватрол бар. Темір бұлшық етте оттегі тасымалдайды, ал рассерватрол жасушалардағы энергия өндіретін митохондриялардың белсендіріледі. Бұл адамға көбірек күш пен төзімділік береді. 2-ші орында авокадо. Иә, авокадо жеміс. Және ол 75 жастан кейінгі бұлшық ет үшін ең маңызды тағамдардың бірі болуы мүмкін.
Авокадодағы пайдалы майлар бұлшықет жасушасының қабырғаларынан қалпына келтіреді. Сол арқылы ақуыз бен қоректік заттардың жасушаға енуі жеңілдейді. 2022 жылғы зерттеуде аптасына кеміне 3 рет авокадо жеген адамдардың бұлшықет массасы әлдеқайда жақсы сақталғаны анықталды. Авокадо сонымен қатар калий мен глутатионға бай. Бұл бұлшықеттегі тотығу зақымынан қорғайды. Бірінші кезекте кептірілген өрік. Міне бұл түсімдегі ең күшті жеміс. Кептірілген өрік бұлшықет жасушаларын қалпына келтіретін арнайы жасушалардың белсенділеріне көмектеседі. Жасы ұлғайған сайын бұл жасушалар баяу жұмыс істей бастайды. Сол себепті бұлшықет жоғалту жылдамдайды. 2023 жылы жүргізілген зерттеулерде кептірілген өрікті тұрақты тұтынған 78-89 жас аралығындағы адамдар бұл жасушалардың белсенділігі 31%-ға артқанын көрсеткен. Нәтижесінде аяқ күші жақсарған, жүру жылдамдығы артқан, орындықтан тұруы жеңілдеген. Кептірілген өрік сонымен қатар калий және мысқа бай. Бұл бұлшықет пен сіңірдің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Қорытындылайық. Міне, ғылым дәлелденген 5 жемісті айтып өттім. Бұлар 75 жастан кейін бұлшықетті сақтауға және күшейтуге көмектеседі. Сондықтан қартаймай тұрып, осы кезден бастап осы жемістерді жеуге әдеттенгеніңіз дұрыс. Жұмыртқа мен дәстүрлі ақуыз көздері пайдалы болғанымен, бұл жемістер ағзаға мүлде басқа деңгейде әсер етеді. Ең жақсысы, бұлардың ешқайсысы қымбат емес. Күрделі рецепт те қажет емес. Сіз оларды бүгіннен бастап рационыңызға қосып жей аласыз. Есіңізде болсын, 75 жастан кейін бұлшықетті сақтау тек күшті көріну емес. Бұл тәуелсіз өмір сүру үшін, құлап қалудың алдын алу үшін, қарттар үйіне түспеу үшін, өмір сапасын сақтау үшін маңызды. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, арнама жазылыңыз. Біз көп адам білмейтін денсаулық құпияларын зерттеуді жалғастыра беретін боламыз. Келесі видеода тағы да таңғаларлық пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Олай болса, денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз.